Адамдар шайды мыңдаған жылдар бойы ішіп келеді. Оны әсіресе емдік мақсатта дайындайды. Дұрыс дайындалған табиғи шай шөлді жақсы қандырады, сергітеді, холестерин деңгейін төмендетеді. Жүрек қан тамырлар жүйесі жұмысын қалыпқа келтіреді, қартаюды баяулатады және когнитивті қабілеттерге жағымды әсер етеді. Алайда, бұл сусынның артықшылықтарының көп болуы оның кемшіліктерін жоққа шығармайды. Егер шайдан бас тартсаңыз, ол ағзаға қандай пайда әкелуі мүмкін екенін қарастырайық. Біз шайда қаншалықты кофеин көп екенін ұмытып кетеміз. Оны кешке 16:00-ден кейін ішу әдеті ұйқы проблемасының себебіне айналуы мүмкін. Шай ұйқысыздықты шақырмаса да, оны уақытылы ішу ұйқы сапасына, оның тереңдігіне және тыныштығына әсер етеді. Егер шайдан бас тартсаңыз, жақсырақ ұйықтай бастағаныңызды байқайсыз. Әрине, бұл жағдайда шайдың орнына кофені көп ішіп кетпеу керек. Сондай-ақ, шайдан бас тарту тістер денсаулығына, соның ішінде тіс эмалінің жағдайына жағымды әсер етеді. Қою етіп қайнатылған шайды жиі ішу флюороздың, ағзада фтордың жиналуынан туындайтын тіс ауруының дамуына әкелуі мүмкін. Оның алдын алу үшін шайды аз ішіп, оны қайнату уақытын 3-5 минуттан көп емес, азайту жеткілікті. Егер темір тапшылықты анемияның дамуын болдырғыңыз келмесе, тамақпен шай ішу әдетінен арылу қажет. Шай тамақпен бірге келген темірді байлап тастайды, оның ағзаға сіңуін айтарлықтай нашарлатады. Егер шайды жиі тамақпен бірге ішсеңіз, темір жетіспеушілігінің даму қаупі артады. Ол жағымсыз салдарларға әкеледі. Тері мен шаш жағдайының нашарлауы, шаршау, когнитивті қабілеттердің төмендеуі. Жалпы, егер шайдан толықтай бас тартқыңыз келмесе, оны істеудің қажеті жоқ. Бастысы, оны шамадан көп ішпеуге тырысыңыз. Оны ұзақ қайнатпаңыз және шайды тамақпен бірге ішпеген жөн.